Сендер де шыға қатыспайсың ба не? Сұрап алма. Olgun Ayşe'rim. Nişisi okumadı. Nişisi okumadı. Айзере, сенде бір қате бар. Өзің қатеңді тауып ал. Қай сөзде қате бар? Қарашы. Бір сөзде қате бар. Қай сөзде қате бар, қыздар? Бір қарап шығар. Қай сөзде қате бар? Алма. Жоқ. Қай сөзде қате бар? Қай сөзде қате бар? Бір сөзде қате бар. Таңертең. 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 Қалай жазады? Қалай жазады таңертең деген? Соңында. Сонда шын жұқа қой. Солай болу керек. Ал талдаймыз. Бірінші сөйлеуін талдаймыз. Жаңа оқу жылы басталды. Естір сөзге жалына ғана. Далаға шығасың ба? Иә. Ал. Жаңа оқу жылы басталды. Естер басталды. Не басталды? Оқу жылы. Дұрыс. Мектеп бірге ма? Иә, оқу жылы. Жаңа. Қандай? Дұрыс. Не болады? Дұрыс. Анықтауыш.
Келесі сөйлем. Оқшы. Жескек үнемі мені таңертең сабаққа шығарып салатын болды. Баяндауыш па, бастауыш па? Баяндаушыға салатын, тамақпен екеуі біргеміз бе? Шығарып, о да біргеміз. Дұрыс, әдей айтты етқам. Таппайма деп. Сабаққа. Таңертең. Сабаққа? Кім шығарып салатын болды? Жескек. Не деп айтамыз, қазақ тілінде кім деп қоймайды, орыс тілінде кім деп қояды, бізде не деп қоямыз, Үнемі. Сұрақ қояқшы, үнемі. Дұрыс, қашан? Не болады? Нені көрсетіп тұр, қашан деп? Онда? Дұрыс, пысықтауыш болады. Мезгіл пысықтауыш болады. Мені. Дұрыс, не болады? Толықтауыш болады. Таңертең. Сұрақ қойшы, қашан? Дұрыс, не болады? Дұрыс. Мезгіл пысықтауыш болады. Сабаққа. Қайда? Не болады? Ол да пысықтауыш емес пе? Тоқтауыш ол. Жоқ, қайда? Сабаққа. Дұрыс. Пысықтауыш болуға болады, Негізі қа деп, қаке деп, кейбір кезде толықтауыш болады ғой, бірақ бұл жерде бұл сабаққа деп мезгілді, мекенді көрсетіп тұр. Келесі сөйлемді оқи ғой. Сабақтан келген соң көп уақытымды жескекпен өткіземін. Баяндауыш қайда? Дұрыс. Кіммен жескекпен? Ба? Сабақтан келген соң көп уақытымды жескекпен өткіземін. Бастауыш жоқ, Жоқ па не? Жескекші? Жескекпен? Жоқ, жескекпен болып тұр ғой. Бастауыш жоқ сөйлем. Жоқ па? Бастауыш жоқ сөйлемді қандай сөйлем дейміз? Мейлі, ары қарай талдай берейік. Сабақтан келген соң. Ол да баяндаушы. Сабақтан келген соң. Үшеу бірге ма? Бірге қылуға да болады, бөлек қылуға да болады. Бірге болған дұрыс. Қашан? Пысықтауыш. Дұрыс. Мезгіл пысықтауыш. Негізі бөлек талдауға да болады, бірақ негізі дұрысы бірге талдаған дұрыс. Көп уақытымды. Нені? Дұрыс. Уақытымды. Екеуі бірге емес апай? Көп уақытымды. Нені? Бірге болады, Жескекпен. Кіммен? Не болады? Ол да толықтауыш. Дұрыс. Келесі сөйлемді оқы. Екеуміздің достығымызға балалар қызғана да қарайтын. Баяндауыш қайда? Қарайтын. Дұрыс. Жетпеді, Екеуміздің? Ол немес па? Бастауыш. Екеуміздің? Толықтауыш. Қай септікте тұр? Ілікте тұр. Ілікте тұрса не дейміз? Анықтауыш дейміз. Достығымызға. Неге? Ол не болады? Толықтауыш болады. Балалар. Кімдер? Ол не болады? Толықтауыш. Балалар. Кімдер? Не болады? Бастауыш емес қой, апай? Не болады? Не? Толықтауыш. Бастауышын сұрақтар айтшы маған. Бастауыш неше сұрағы бар? 8 суат айтшы маған. Кімдер нелер? Кімдер нелер болса балалар болып тұр ғой енді. Бастауыш жоқ деп ғой. Бастауыш алдындағы сөйлемде жоқ тұғын, мына сөйлемде бар. Негізі баяндауыш тапқаннан кейін бастауыш тауып алу керек тұғын да? Қызғана да. Екеуіне бір сұрақ. Қандай сұрақ қоямыз? Қандай? Қалай? Қандай емес, соған ұқсайды. Қалай? Қалай болса не болады? Толықтауыш. Қалай? Пысықтауыш болады ма? Қалай қарайтын? Қызғана да қарайтын, қызға қарайтын. Ал соңғы сөйлемді оқып жібер.
Әсіресе тентек бала Мұрат өшеді. Еді. Өшеді. Ал баяндауыш қайда? Еді. Еді, дұрыс. Өшеді. Жоқ. Еді. Кім өшеді? Мұрат. Мұрат. Не болады? Бастауыш. Тентек бала. Тентек бала. Қандай? Қандай бала тентек бала? Не болады? Тоқтауыш. Ойбай. Ақтауыш. Өшеді. Өш. Не болады? Нет. Қандай? Өшеді. Не болады? Екі бір емес па? Өшеді деген ба? Иә. Еді. Жоқ. Өшеді. Не болады? Қандай? Ақтауыш. Анықтауыш. Әсіресе. Ит алдамақ па әсіресе? Қалай әсіресе? Қалай әсіресе деуге де болады былайынша. Бірақ тұра берсін. Негізі көбіне шылау сөздерді, қаратпа сөздерді талдамайды, одағай сөздерді талдамайды негізінде. Дұрыс. Неғыз жерін ағызды? Болма, бай. Болды.